Армысыздар, құрметті тыңдаушыларым. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып отырыңыздар. Теңіз ауасы керемет қой шіркін. Көкірегімді толтыра дем алдым. Жалғыз өзім отырсам да, ішім пыса қоймайтын тәрізді. Әр нәрсені ойлап ұзақ отырдым. Ақтау қаласына келгеніме көп болды. Бірақ жағалауға келіп, жағалай тізілген отырғыштың біріне жайғасып, толқындарды тамашалау мені жалықтырып көрген емес. Ойымды қыздардың сыңғыр күлкісі бұзды. Жанымдағы көрші отырғышқа мойнымды бұрдым. 3 қыз келіп енді жайғасып жатыр екен. Өздері тым көңілді. Ашыла күліп шарқырай жүргендеріне қарағанда ұялшақ қыздардың қатарынан емес. Көз қырымды сала жете зерттей бастадым. Қызды көзбен шешіндіру еркек біткеннің әдеті емес пе? Сол әдетіме салып, қыздың сыртқы пішіні мен төсек қатынасындағы құмарлығының байланысын іздей бастадым. Көзіме оттай басылған, ортада отырған талдырмаш қыз болды. Шашын кетсе қып қиып, ақсары түске бояпты. Үстінде жеңіл футболка мен джинсы, шамасы 18-20 жастың арасындағы бойжеткен. Бірақ әз бетте боянғанына қарағанда тым ересек көрінуге ұмтылатыны көрініп тұр. Көзі ойнақшып тұрды. Жалт етіп қараған жанарынан итеріс құмарлықты жазбай таныдым. Қалайда жақындау керек. Әр нәрсені сылтау қылып, танысудың жолын қарадым. Бұл жолы да тіл байлығым көп көмегін берді. Тілмен жұмыс жасау керек деген сөздің төркінін енді түсіндім. Аз уақыттың ішінде таныстығымыз жеңіл әзілге ұласып, тез араласып кеттік. Маған ұнаған қыздың есімі Әсел екен. Әселді құрбыларынан бөліп әкету қиын болды. Бірақ сәтін салып, құрбыларының шұғыл жұмыстары шығып, қалып жөндеріне кетті. Қол ұстасып пәтеріме келдік. Бос әңгіме. 2 бокал вино. Қыз шаршағанын айтты. Үйіне қайту керек. Мен массаж істеп беруді ұсындым. Дивандағы жеңіл массаж. Футболка шешілді. Денесі тым жұмсақ екен. Өзімнің қоза бастағанымды аңғардым. Ұятсыз саусақтарым мойнын уқалап бастап, жайлап сырқып, қара лифчиктің ішіне кірді. Анарлары уысымды толтырды. Қолдарымның әр қимылынан анарының ұштары қатая бастаған еді. Массажды үзбей жайлап лифчигін сыпырдым. Әсел ашыла түсті. Ендігі кезек джинсидің түймелеріне келді. Сырт етіп түйме ағытылды. Қара трусидің шеті көрінді. Әсел қолдарымен бұтымды сипап тауып, ауымды сипалай бастады. Шалбарым шешілді. Қатайған құралым сыртқа шықты. Ернін тістеген күйі қоп тұра бастады. Осы кезде менің бір қолым қара трусидің ішіне кіріп үлгерген еді. Кенет қыз шалыс қимылдап маған бұрылды. Басын еңкейте бере құралыма ауыз салды. Тілдерімен ұшын бір қытықтап өтті де асықпай сора бастады. Бітіп қоюға шақ қалдым. Өзімді әрең ұстап, қыздың клиторымен ойнауды тоқтатпадым. Қолыма қыса ұстаған мүшеқапты аузымен кигізді. Сөйтті де үстіме мініп, лып еткізіп кіргізді. Бөксесін ырғай қозғады. Мен болсам, қос анарды қыса ұстаған күйі тез бітіп қоймас үшін тістендім де қалдым. Келер сәтте қызды оң жағыма аудара бере тоңқайта тұрғыздым. Қыз да әккі екен. Көтін ыңғайлап жоғары көтере тізерледі де басын жастыққа қойды. Ыңырана тығып ұрғылап жатырмын. Қыз ыңырси түсіп, бір қолмен сызығының үстін уқалай бастады. Әр ұрғылаған сайын даусы күшейе түсті. Енді өзімді ұстау еш мүмкін емес. Түбіне дейін тақай тығып, тырыса бітірдім. Бір сәтке бойымды тәтті сезім билеп өтті. Қыз терең демалып, басын көтермей біраз жатты. Менікі қайта бас көтерді. Әселді ауната жатқызып үстіне қондым. Асыға мүшеқап кидім. 2 аяғын қолдарыма іле бере талтайда ашып, қатты ұрғыладым. Қыздың ақ етіп даусы шықты. Алдыға ұмсына берімді шеңбер жасай бұрап ұрғылап жатырмын. Әсел бір қолмен анарын қысып ыңқылдай түсті.
Қыз бөксесін қозғалақтата бере бір рет бітіріп үлгерді. Мен ұрлауымды үдете түстім. Екі аяғымды иығыма ілгенде қыз бөксеме жабысып өзіне тартқылай түсті. Құмарлықтан ыңырси бере арқамды бір осып өтті. Арқамның ашып кеткені мені қоздыра түскендей болды. Аяғын бір жаққа асыра қапталдай жатқызып айдай бастадым. Қыз құмарлықтан бойын билей алмай шыңғыра бастады. Мен де елеңдей изеп емірене бітірдім. Душқа асығыс түсіп шыққан әсел үйге асықты. Күн батпай жетіп алмаса айқай болатынын айтты. Ал мен келесі кездесуді асыға күтетін болам.